Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум, Армағазақ Қостанайда салмағы 7 келіге жуық қыз дүниеге келді. Бұл уақиға толысында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Облыстық аурухананың перинаталдық орталық қызметкерлері салмағы 6 кг 700 грамм және де 69 см келетін қыз дүниеге келгенін айтты деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі Алау басылымына сілтеме жасап. Мамандардың айтуынша, акушер тәжірибесі салмағы 4 және 5 килограммға нәресте алып қатарларына кіреді, ал 6 кг немесе одан да көп салмақты балалар орталықта сирек кездеседі. Ананың босануы жоспар бойынша, яғни кесар тіліні арқылы өтті. Жаңа туған нәресте 2 күн реанимацияна жатты. Қазір оның өміріне қауіп тұрып тұрған жоқ. Қазір ана мен баланың жағдайы жақсы. Қызға Айару есімі қойылып, ол отбасындағы 3-ші бала, деді дәрігер. Анасы Әйгерім Долдашева перинаталдық орталық дәрігерлеріне алғысын білдірді. Әулие келуіндегі үйінде Айарудың әкесі, анасы, ағасы және әпкесі күтіп отыр. Балалар бөлімінде нәрестені неонатологиялық дәрігерлер Ақмарал Ақатай және Әсет Өтегенов бақылап отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымыздан таба аласыздар.